Армысыздар, құрметті көрермендер. Ресей мен Солтүстік Кореяның арасындағы байланыс арта түсті. Осы айдың 18 және 19 жұлдызында Ресей президенті Владимир Путин Солтүстік Кореяға ресми сапармен барды. Путин алғаш рет 2000 жылы Солтүстік Кореяға сапарлап келген болатын. Араға 24 жыл салып Солтүстік Кореяға Путиннің ат басын бұруға мәжбүр еткен Украина соғысы және Майдан даласы деп айтсақ қателеспейміз. Солтүстік Корея Ресейдің Украина соғысындағы басты одақтастардың бірі саналады және 2022 жылдың шілде айынан бастап Пхеньян Мәскеуді қолдау үшін миллиондаған дана снаряд пен зымыранды беруде. Бұл Ресей әскері үшін айтарлықтай көмек болды және снаряд тапшылығын реттеуге өзінің септігін тигізді десек те қателеспейміз. Әрине, Солтүстік Кореяның снаряды мен зымыранына қатысты ресейлік әскери сарапшылар тарапынан туындайтын сұрақтар жеткілікті. Себебі аталмыш снаряд пен зымырандардың сапасы сын көтермейтіні көп айтылады. Ұрыс даласында снарядтардың жарылмай қалуы немесе зымырандардың ату құрылғылары мен ұңғыларда бірден жарылып кету көріністері бар. Аталмыш жағдайларға байланысты Ресей әскерінің қаза табуы немесе жарақат алу жайттары кездеседі. Бірақ соған қарамастан Солтүстік Корея берген 5 миллион дана зымыран мен снаряд ұрыс даласында өзінің септігін тигізіп, Ресей әскерінің бір қатар позицияда алға жылжуына немесе бір қатар позицияны ұстап қалуына өзінің көмегін тигізді. 2024 жылдың 18-19 маусымында Ресей президентінің Пхеньянға жасаған сапары барысында Солтүстік Корея мен Ресейдің арасында стратегиялық әріптестік деген құжатқа қол қойылды. Бұл не құжат деп сұрайтын болсаңыздар, аталмыш құжат екі мемлекет арасындағы экономикалық, саяси, мәдени, бір сөзбен айтқан кезде барлық деңгейдегі байланыстарды арттыруға мүмкіндік береді және аталмыш құжатта Ресейге қандай да бір тарап шабуыл жасайтын болса, ендеше Солтүстік Корея көмекке келетіні, немесе Солтүстік Кореяға қандай да бір мемлекет агрессия жасайтын болса, Ресей көмекке келетіні айтылған. Ол қандай көмек болатыны нақтылы көрсетілмейді, яғни соғыс болған жағдайда аталмыш екі мемлекетке қандай да бір елдер шабуыл жасаса, ендеше көмек қандай негізде көрсетіледі. Бірден әскери күш жіберіле ме, қару-жарақ беріле ме, халықаралық деңгейдегі ұйымдарда Солтүстік Кореяның немесе Ресейдің позициясына байланысты қолдау көрсетіле ме, жоқ әлде экономикалық, гуманитарлық негізде көмек беріле ме, оның барлығы айтылмаған, бірақ көмек көрсетілетіні жайлы құжатта тайға таңба басқандай айтылды және ол жайында Ресей президенті Владимир Путинді журналистерге берген брифинг барысында айта өтті. Аталмыш стратегиялық әріптестік құжатының жүзеге аса басуын біз шілде айында көруіміз ықтимал. Reuters ақпараттық агенттігінің хабарлауы бойынша шілде айында Солтүстік Кореяның әскери инженерлік бөлімшелері оккупациядағы Донбасқа келуі ықтимал. Бұл туралы алғашқы ақпаратты Оңтүстік Кореяның бұқаралық ақпарат құралдары жариялай бастады, ал Оңтүстік Кореяның бұқаралық ақпарат құралдарына Оңтүстік Кореяның үкімет өкілдері ресми сұхбат пікір білдіріп, Оңтүстік Кореяның барлау қызметтерінің ақпараты бойынша қазіргі уақытта Солтүстік Кореяның әскери бөлімшелері Донбасқа аттануға дайындалып жатқаны айтылды. Солтүстік Кореяда қазіргі уақытта 10 әскери инженерлік бригада бар және осы 10 әскери инженерлік бригаданың 3-4-еуі Донбасқа аттануы мүмкін және ол үшін Пхеньян жылына Мәскеуден 115 миллион долларға жуық қаражат алуы ықтимал. Бұл Оңтүстік Кореяның барлау қызметінің ақпараты бойынша берілген мәліметтер. Аталмыш мәліметке қатысты ресейлік тарапта өзінің пікірін білдіруде. Ресей президентінің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков Солтүстік Кореядан Донбасқа қандай да бір әскери бөлімшелердің келуіне қатысты ақпараттың Кремльдің қолында жоқ екенін айтты. Осылайша халықаралық негізде талқыланып жатқан сұрақты жылы жауап қойды десек те болады. Ал Пентагон тарапынан аталмыш ақпаратқа қатысты пікірлер білдіруде. Америка құрама штаттары Вашингтон Солтүстік Кореяның әскери бөлімшелері Донбаста пайда болуы әбден мүмкін дейді және Солтүстік Кореяның әскери бөлімшелері Донбаста пайда болатын болса, ендеше ол Украина әскерінің соққыға алуға тиіс заңды нысанына айналатынын айтты. Бұл Украина соғысының келбетін түбегейлі өзгертеді деп айтсақ болады, себебі Украина соғысында Ресейді жақтайтында, Украинаны жақтайтында топтардың бар екенін білеміз, алайда Майдан даласында тікелей соғысушы екі әскер бар, ол Украина және Ресей әскері. Ал одан бөлек әрине Ресейді және Украинаны жақтайтын жеке әскери компаниялардың өкілдері мен жалдамалы жендеттердің де соғысқа қатысып жатқаны белгілі. Дегенмен қандай да бір үшінші мемлекеттің әскери бөлімшелері Украина соғысына тікелей қатысқан емес. Ал Солтүстік Корея Майдан даласына өзінің әскери бөлімшелерін тікелей жіберетін болса, ендеше бұл соғысқа үшінші тараптың араласуын білдіреді және соғыстың келбетін түбегейлі өзгертеді. Солтүстік Кореяның әскери бөлімшелерін жіберуі Украина тарапының
тарапынан да тізбекті реакцияны туындатуы мүмкін. Яғни Украинаны қолдайтын батыстық серіктестер Солтүстік Кореяның мысалында өзінің әскери бөлімшелерін, инженерлік әскери бөлімшелерін, әскери инструктурларын немесе жеке әскери компаниялардың өкілдерін ресми түрде Украинаны қолдау мақсатында жіберуі ықтимал. Осылайша Ресей мен Украина арасындағы соғыстың ауқымы кеңейіп, оның халықаралық деңгейдегі шиеленісі арта түсуі әбден мүмкін. BBC-дің зерттеулеріне назар аударатын болсақ, Солтүстік Кореяның әскери инженерлік бөлімшелерінің заманауи майдан даласында бой көрсетуі алғаш рет емес. Таяу шығыстағы және Африкадағы бірқатар қақтығыстарға Солтүстік Кореяның инженерлік әскери бөлімшелері ұрыс даласында құрылыс компанияларының өкілдері деген желеумен аттанып, майдан даласындағы әскери позицияларды салуға, жолдарды жөндеуге және көпірлердің құрылысына қатысуына тікелей мысалдары мен дәлелдері жеткілікті деген еді. Міне осындай бір мысалда Донбаста Солтүстік Кореяның әскери бөлімшелері пайда болуы мүмкін, және ол ресми пайда болмаса, ендеше бейресми еңбек мигранттары ретінде немесе құрылыс компанияларының өкілдері ретінде Донбасқа жетіп, құрылыстармен айналысып, қазіргі уақытта Донбастағы Ресейдің әскері айналысып жатқан жұмыстарды Солтүстік Кореяның әскери бөлімшелері өз мойнына алып, Ресей әскерінің бірқатар әскери бөлімшелерінің ұрысқа қатысуына мүмкіндік жасап беруі әбден мүмкін. Солтүстік Кореяның әскери бөлімшелерінің Украинаның оккупациялық аймақтарында пайда болуы мүмкін деген ақпарат қызу талқыға түсіп жатыр. Және бұл Украина соғысының келбетін өзгертуі мүмкін екенінде барлығына түсінікті. Ақпараттың рас өтіріктігі немесе Солтүстік Кореяның әскери бөлімшелерді жіберу немесе жібермеуге қатысты шешімнің нақтылығын біз шілде айында көреміз деген ойдамыз. Қысқаша айтқанда осы. Сау саламатта болыңыздар.